안녕하세요. 구분아입니다. 한국어 공부 잘하고 계시죠? 전 세계가 혼란스럽지만 마음 잘 추스르셔서 각자 하시는 공부, 일 자질없이 하셨으면 좋겠습니다. Ал енді қазақша айтатын боламын. Жалпы сіздер мен біздер болып бірге сабақ өтпегелі, жаңа бейнежазба сабақ корей тілінен сабақ салмағалы біраз болып қалыпты. Бүгін сіздермен корей тілінен сабақ өтетін боламын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы етістік, яғни екі сөздің басын құрап бір сөйлем айту үшін бізге ең маңызды қажет болатыны ол етістік. Осы етістікті ғана білсеңіздер, онда сіздер оп-оңай бір етістік, бір сөз білетін болсаңыздар, бір сөйлем құрай аласыздар. Сол үшін сіздерге бүгін ең қажетті деген 10 етістікті және осы етістіктердің өткен шағын, келер шағын, осы шағын айтатын боламын. Ол 10 етістіктен де бөлек қалған етістіктердің тізімдерін қажет деп есептейтін Telegram каналға салып қоямын. Сол жерден де көрсеңіздер болады. Жалпы біз қазірге дейін етістікті өтпей тұрып, ын, и, га деген тақырыптарды өтті, грамматиканы және де оның алдында қажет болатын мен, сен, сіз, ол деген сөздіктерді де өттік. Енді мен, сен, сіз, олды айттық. Енді етістікті қойып, мен отырмын деп айтуымыз қажет. Демек, бүгінгі тақырып етістік, отырмын дегенді сіздерге түсіндіретін боламын. Ал осы етістікке қажет болатын үл грамматикасын келесі сабақта түсіндіретін боламын. Олай болса, жаңа сабақты бастаймыз. Ал енді ең маңызды қажет деген етістіктерді атап өтетін болсам, біріншісі хада. Хада. Жасау. 지금 뭐 합니까? Қазір не істеп отырсыз деген кезде хада деген сөзден шыққан. Келесі када. Када. Кету. Бару. Бұл мысалға мысал келтіретін болсам, 저는 지금 학교에 갑니다. мен қазір мектепке бара жатырмын. Немесе 오다, келу, 보다, көру. 저는 지금 텔레비전을 봅니다. мен қазір теледидар көріп отырмын деген кезде 보다 деген көру деген мағынаны білдіреді. Келесі 듣다, есту. мысалы, 저는 지금 음악을 듣습니다. мен қазір ән тыңдап отырмын. 자다, ұйықтау. 먹다, жеу, тамақ жеу. 저는 지금 밥을 먹습니다. мен қазір тамақ жеп отырмын деген кезде 먹다, жеу. келесі 일하다, жұмыс жасау. 운동하다, спортпен айналысу. 운전하다, машина айдау. Осы шақ өткен шақты айтпас бұрын сіздерге бір тип бере кететін болсам, бір құпия. Ол мысалға сізге 갑니까? Бара жатырсыз ба? деп ка деген сұрақ болса, сізге сұрақ тұр. Ондай кезде не, анио деп қысқа әрі нұсқа жауап берсеңіз де болады. Немесе не, 저는 갑니다. яғни 갑니까 деген түбірді сол күйі алып 갑니다 деп жауап берсеңіз, бір сөйлемді айта аласыз. Немесе 합니까? жасап жатырсыз ба? не, 아니요 деп жауап берсеңіз де болады. Немесе 네, 저는 지금 합니다. 아니요, 안 합니다. деп жауап берсеңізде ұзақ бір сөйлем жасай аласыз. Етістіктердің осы шақ, өткен шақ, келер шағын айтатын болсам, када, бару, сыпайы сұрақ белгісі, 갑니까? келесі сұрақ белгісі, 가요? осы шағы, 갑니다. өткен шағы 갔습니다. келер шағы 갈 것입니다. мысалы, 저는 한국에 갑니다. келесі етістік 옵니까? сұрақ, сыпайы сұрақ белгісі. келесі сұрақ белгісі 와요? осы шағы 옵니다. келер шағы, өткен шағы 왔습니다. келер шағы
올 것입니다. мысалы, 저는 қазақстан에서 왔습니다. келесі етістік. 자다. сыпайы сұрақ белгісі. 잡니까? келесі сұрақ белгісі. 자요? осы шақ. 잡니다. өткен шақ. 잤습니다. келер шақ. 잘 것입니다. мысалы, 저는 낮잠을 잡니다. мен түсте ұйықтаймын. келесі етістік. 먹다. сұрақ белгісі. 먹습니까? келесі. 먹어요? осы шағы. 먹습니다. өткен шағы. 먹었습니다. келер шағы. 먹을 것입니다. мысалы, 저는 밥을 먹습니다. келесі. 보다. көру. 뭡니까? сұрақ белгісі. 봐요? сұрақ белгісі. осы шағы. 봅니다. өткен шағы. 봤습니다. келер шағы. 볼 것입니다. мысалы, 저는 핸드폰을 봅니다. мен телефон көріп отырмын. келесі. 하다. жасау. 합니까? сыпайы сұрақ белгісі. 해요? сұрақ белгісі. осы шағы. 합니다. өткен шағы. 했습니다. келер шағы. 할 것입니다. мысалы, 저는 운전을 합니다. мен машина айдап отырмын. келесі. 열다. 열다. 아шу. 엽니까? 열었습니까? сыпайы сұрақ белгісі. 열어요? сұрақ белгісі. осы шағы. 엽니다. өткен шағы. 열었습니다. келер шағы. 열 것입니다. 저는 문을 엽니다. мен есікті ашып тұрмын. 읽다. оқу. 읽습니까? сұрақ белгісі. 읽어요? сұрақ белгісі. осы шағы. 읽습니다. өткен шағы. 읽었습니다. келер шағы. 읽을 것입니다. мысалы, 저는 책을 읽습니다. келесі етістік. 일하다. 일하다. жұмыс жасау. 일합니까? екінші сұрақ. 일해요? осы шағы. 일합니다. өткен шағы. 일했습니다. келер шағы. 일할 것입니다. мысалы, 저는 일을 합니다. мен жұмыс істеп отырмын. келесі етістік. соңғысы. 마시다. ішу. 마시다. кез келген сусынды заттар, сулы заттарды ішу. су, сок, кофе, шай. 마시다. сұрақ белгісі. 마십니까? келесі сұрағы. 마셔요? осы шағы. 마십니다. өткен шағы. 마셨습니다. келер шағы. 마실 겁니다. мысалы, 저는 커피를 마십니다. 저는 커피 마십니다. деп мысал құрауға болады. әрине, қазіргі мен айтқан етістіктердің барлығы дәл осы ереже бойынша қатып қалған, дәл осылай ғана өзгереді деген сөз емес. Әр етістіктің өз ережесі бар, өзгеруі де әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ бірінші кезде сіздер оңай жаттау үшін, тез естеріңізде қалу үшін осы вариантта жаттасаңыздар, естеріңізде тез қалады. Мысалыға, сіздер мен және баруды білсеңіздер, 저는 갑니다. мен және баруды білсеңіздер болды, сіздер 저는 갑니다 деп бір сөйлем айта аласыздар. қайда, сіз қайда бара жатырсыз? 저는 학교에 갑니다 деген кездегі қайда бара жатқаныңызды және ыл грамматикасын келесі сабақта, жаңа сабақта түсіндіретін боламын. Бұл сабақта сіздерден бір өтінетінім, етістіктерді күніне жоқ дегенде 5 қана етістік жаттасаңыз, сіз ойланбай, қорықпай, екі сөздің басын құрап бір сөйлем құрай аласыз. Және де ол сөзді жаттап қана қоймай, күнделікті өмірде практика жүзінде қолдана білсек, өзімізге көмегі тиетініне сенімдімін. Қалғанда басқа да маңызды етістіктерді сіздерге Telegram каналына салып қоямын. Сол жерден де көріп жаттасаңыздар болады. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет.